Армысыздар, менің тыңдармандарым. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қолдау білдіре кетіңіздер. Аспан бүгін тым ауыр еді. Күннің нұры жоғалған, жердің түсі солғын тартқан. Көкжиектен баяу жылжып келе жатқан сұр бұлттар бірін-бірін баса итеріп, табиғаттың жүрегі қысылып тұрғандай күйде еді. Сол сұр аспанның астында жартылай құлаған, шатыры шұрық тесік, есігі қиғаш біткен ескі лашық тұр. Жел соққан сайын қабырғасы ыңырсып, ішінде тұнған мұнды сыртқа шығара алмай дірілдейді. Бұл үйдің иесі 80-ге келген соқыр кемпір. Көздің нұры кеткенмен көңілдің жарығы сөнбепті. Ол күн сайын ескі көрпенің үстінде отырған күйі қолымен намаз тәпсісін сипап, «Уа Тәңірім, қалған екі жанымды аман сақта» деп күбірлейді. Қасында Ғазиза, жас қыз, бар болғаны 13-те, бірақ жүзі балалықтан көрі қайғының бояуымен көмкерілген. Көзінің ішінде қорқыныш пен үміт қатар өмір сүреді. Ғазиза қыстың ызғары үйге кіріп кетпесін деп, қабырғаның арасын шүберекпен бітеп жүр. Жел терезені сабалаған сайын, ол кішкентай қолымен іргеден соққан суықты тоқтатпақ болады. Бірақ боранның үні тым қатты. Ол терезеден сығалап, «Әже, қар қалыңдап барады» дейді. Кемпірдің даусы дірілдей шықты. «Иә, қызым, боран болар. Түн салқыны, зұлым келеді. Тек Алла сақтасын». Сол сәтте сырттан бір тысыр естіледі. Ғазиза жалт қарады. Үйдің алдында екі ат тоқтады. Бірінің үстінде қымбат шекпен киген ахан болыс, қасында кекете сөйлейтін Қалтай деген жігіт. Аттарының тынысы бу болып көтеріледі, ал көздері суық. Олар төмен қарап, ескі үйді шолып тұр. Қыздың жүрегі шым ете түсті. Неге екенін білмейді, бірақ желмен бірге кірген сол екі көздің жылы жоқ, жаман хабар ала келгендей суық екенін сезді. Кемпір орнынан тұрып, көрмесе де сезіп тұр. Қонақ келді, бәлкім жақсылық болар. Ғазиза есікті ашты. Боран ішке лап қойды. Сол боранмен бірге тағдыр да кіріп келді. «Ғазиза балам, мына боранның ішінен дауыстар естіліп тұр ғой», деді ол баяу. «Әже, жел ғой, ешкім жоқ», деді қыз. «Жоқ, біреудің күрсінгені секілді. Мына дүние тыныштықты ұмытқан сияқты». Ғазиза терезеге қарап сырттағы қараңғылыққа үңілді. Боранмен бірге әлдебір қара бейнелер жылжып келе жатқандай көрінді. Ол қорқып шамның жарығын көтерді. Кенет есік сықырлап ашылды. Боранның ұлып кіргенімен бірге екі еркектің қара сұлбасы көрінді. Бірі ұзын бойлы, иығына түлкі тымақ киген болыс ахан. Ал екіншісі үнемі кекесімен сөйлейтін серігі Қалтай. «Ассалаумағалейкум апа, түн суық, бір түнге пана бола кетсек», деді Қалтай, даусыны жұмсартып. Кемпір орнынан сүйретіле тұрып, «Кел қарақтарым, боранда адамды қумауға болмайды, төрге шығыңдар», деді. Олар үйге кірді. Ақанның көзі үй үшін бір шолып өтті. Бір сәтке оттың жарығына түскен Ғазизаны көрді де, сол сәт көзінде әлдебір қара көлеңке жылт етті. Қыз оның көзқарасын байқап төмен қарады. Бірақ әлгі суық назар арқасын күйдіріп барады. «Апа», деді ақан күліп, «осы үйде кім бар өзіңізден басқа?» Балам, ешкім жоқ қой, бір ай бұрын ұлым мен немерем о дүниелік болған. Мына қыз менің келінімнің қызы. Екеуміз ғана қалдық». Ақан басын изеді. Бірақ ойы басқа жақта еді. Оның көзі әлі де Ғазизада. Кемпірдің жүрегі жылығандай болып, қонақтарға бар мұнын ақтарып отыр. Әр сөзі өксік. «Ұлым еді, қайран балам. Енді мына қыз бен келін менің бар өмірім». Ғазиза үнсіз тыңдап отырды. Ол үшін қайран бала деген сөз жер астындағы әкесінің бейнесін еске салды. Көзінің ұшынында мұздай жас
жылт етті. Ас ішіліп болды. Кемпір Ғазизаға: «Қызым, ана қонақтардың атына шөп беріп кел, боранда аш қалмасын», деді. Ғазиза қолына шам алды. Бірақ жүрегі шым етті. Ақанның көзқарасын сезіп тұр. Барғысы келмеді. Әжесінің сөзін қимады. Бірақ ішінен бір дауыс «Барма» деп шыңғырып тұрды. Ол сыртқа шықты. Боран оны бірден құшағына алды. Қолындағы шам желмен шайқалып, жарығы қар астында дірілдеп өшіп қала жаздады. Қалтай күліп соңынан ілесті. Ақан да артынан ілбіп келе жатты. Шөп қораның есігі ашылғанда жылқының ыстық тынысы мен суық жел араласып, түннің ауыр иісі сезілді. Ғазиза шөп салуға еңкейгенде Қалтайдың арам ойын байқап келе жатқанын көрді. Сол сәт бәрін түсінді. Қолындағы шамды лақтырып қораның есігіне қарай жүгірді. Бірақ дәл есік алдында Ақан тұр еді. Суық жүз, суық қол. Қыздың даусы боранмен бірге жоғалды. Сол түні қораның іргесінде боран ғана күңіренді. Сол түні қораның іргесінде боран ғана күңіренді. Адам үні шықпады. Тек боран мен Құдай ғана куә болды. Осы бір қараңғы сәтте қыздың шырылы боранның үнімен бірге жоғалып кетті. Таң атты, боран басылды. Үй іші тып-тыныш, тек пештің күлімен сөнген шам ғана бар. Ақан мен Қалтай таң атқанда аттарын жайғастырып жолға дайындалып жатты. Кемпір немересін сұрады: «Ғазиза қайда?» «Атымды суарып келген едім, үйде шығар», деді Қалтай күле. Кемпір күдіктенді. Қолымен қабырға сипап есікке беттеді. Жүрегі әлденені сезді, бірақ сенгісі келмеді. Сол түні Ғазиза үйге кірмеді. Ол шөп қорадан қашып, боранды жарып, далаға беттеді. Көз алдында әкесі мен бауырының бейіті. «Құдайым, битке жеткізе көр», деп сыбырлады. Жұқа көйлегін жел ұшырып шашы бетіне жабысты. Қар астында бара жатып, жүрегінің соғысы бәсеңдеді. Жеткенде тізерлеп жата кетті де сол күйі қозғалмады. Таң атып ауылдың үстін сұртыман басқан. Кемпір немересін іздеп, есік алдына жылап, тізерлей отыр. «Ғазиза, Ғазиза, бір хабар берсеңші», дейді еңгіріп. Кемпірдің көзінен жас тоқтамай сорғалады. Түске таман ауыл адамдары бет жақтан айғай естіп сонда барды. Ғазиза қар астында қатып қалыпты. Қолын әкесінің бетіне созған күйде, шашы мұз болып қатқан, көйлегі жыртылған, жүзі сұп-суық. Бірақ бейнесінде бір тыныштық бар еді, қайғыдан азат болғандай. Кемпір жерге тізерлеп отырып, қарды уыстап алып аспанға шашты. «Аллай, неге қорғансызды қорғай алмадың?» Боран басылды, аспан ашылды. Бірақ далада үнсіздік орнады. Ауыр үнсіздік. Ақан мен Қалтай ауылдан алыстап бара жатты. Олардың ізін қар басып қалған. Бірақ сол қардың астында бір қыздың үзіліп кеткен балалығы, бір кемпірдің үміті, бір халықтың ар-ожданы қалды. Боранның соңғы ызғары алыстан естілді. Сол үн қорғансыздың үні еді. Сол үн азап пен әділетсіздікке қарсы шыққан үн еді. Ал оны еститіндер аз еді. Ал Ақан мен Қалтай ше? Олар өз тіршілігін жалғастырды. Бірақ халық сол түннің қарғысы бар дейді. Қайда барса да аттары үркіп, үйлерінің босағасында ит ұлыған. Қалтай бір қыс өтпей жатып ауырып қайтыс болды. Ақан болса шен-шекпенін арттыра бергенмен көзі тірісінде 3 баласынан айырылып, жанына тыныштық таппады. Халық Ғазизаның қарғысы өтті дейді. Содан бері сол өңірде боран соққан сайын қар астынан бір үн естіледі. Ол қорғансыздың үні. Әділетсіз дүниенің ішінен әділдік іздеген қыздың үнсіз айқай еді. Жылдар өтті. Ескі лашық құлап жерге батты. Бірақ Ғазизаның есімі әлі ел аузында. Кемпір мен келіннің күндері тыныш емес еді. Әжесі әр таң сайын битке барып қыздың рухына тәуба етіп дұға қылып отырады. Келіні болса жүрек жарасын жабуға тырысып, бір сәттік күлкіге мұрындық етті.
Ауыл адамдары көктемде немесе боран соққанда ешкімге байқатпай сыбырлап айтады: «Ғазиза келеді, естідің ба?» Боранның шуынан сәл ғана дауыс шығып, әлдебір істің әділ болмай қалғанын еске салады. Балалар қыстың қарлы күндерінде қорқыныштан емес біртүрлі құрметпен қарайды. «Ғазиза» деп сыбырлап ауыздарын жабады. Бір түні қарт кемпір терезеге қарап отырғанда сай-саладағы боранның әлсіз дауыс естілгендей болды. «Әже, менмін» дегендей. Кемпір көзінен жас төгіп, бірақ жымиып: «Иә ботам, мен білемін» дейді. Сол дауыс ауылдағы жұртты үркітпеді, керісінше әрбір адамды ойландыруға, әділетсіздікті есіне салуға мәжбүр етті. Ақан мен Қалтайдың есімдері де ел жадынан өшкен жоқ, бірақ олар өз жазасын тапқандай болды. Бірі түнде азап көріп, бірі өмірден кетті. Ешкімге көрінбей өткен жолдарымен өз жазаларын алды. Ғазиза қорғансыз болса да өлімнен кейінгі үнін қалдырды. Енді әр боран соққанда ел арасында оның үні сезіліп, адамдардың жүрегінде әділеттің белгісі ретінде қалды.